Ой, молодцы, қыздар, мына күшті билетін де, сен шыға шешен күшті билетін. Сен күшті билетін ше? Сен қазір қайда барасың? Жоқ, просто сұрап отырық, не? Биле? Сен шығайын ба дейді? Жоқ, болса тұра берейін қазір. Бірге шықаймыз. Шақсай енді, қуан шақсай, құдай-ау. Қуан шақсай, момын болайын, менен сұрайды не болып жатты. Үйленуге бола ма деп сұраған жоқ, сол сияқты. Кеғасың, отырыңыздар, ем шақпай, отырыңыз. Кеғасай, құрметті қонақтар мен тойымыздың төріне тағы да сіздердің қошеметтеріңіз сен қуанышыңдарды шақырайын деді. Қуаныш, мен қасыма келіш, биле, маэстро музыка жібер. Құрметті ағайындар, мына қуаныш ұлдарыңыздың Аллаға шүкір арқасында бүгін қаншама ана приздардың бәрі алып келе қойшы маған, Қуаныш. Өйткені сен ағасысың ғой, алып келе қойшы. Бүкіл приздарды алып келіп Қуаныш мына жаққа тиіссіз бол. Қуаныш, мына приздарды қонақ қалдық қой. Осы қонақтарға қазір таратамыз, Қуаныш. Бұл приздарды айырма, Қуаныш. Мына жерге тұрсайшы, Қуаныш. Қуаныш, байқап тұрсаң мына жерде 3 түрлі приз бар. Мынау қымбат приз, мынау средний приз, а мынау шай дешевый приздар. Соқтан да бүйтеміз. Мен сұрақ қоямын ғой. Сұрақ қойған адамға, дұрыс жауап берген адамға подарок береміз, Қуаныш. Дұрыс па, Қуаныш? Дұрыс. Неме дұрыс, Қуаныш? Все, итак, бірінші сұрақ. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Енді сұрақ тыңдамаңыздар. Кім айтады? Кім дейді? Жаным-ай, келсеңізші мен қасыма. Абай биле. Ой, жаным апа. Құдай-ау. Мен негізі қабағын түйгеннен гөрі сұсқышап шашын түйген адам жақсы көремін ғой мен. Жаным-ай, кім боласыз апа? Нағиманың досысымын. Нағиманың досысы? Иә. Ай, молодец, кім айтады бұл өлеңді? Абайбеге. Абайбеге, сіз кім болдыңыз дедіңіз? Нағиманың. Онда сізге шай бере салайын. Кете беріңіз апа. Молодец. Келді, подаркасын алды кетіп қалды. Қиын жоқ. Апа, сізге 5 теңге беремін, орныңызға барып жайғасыңыз. Отырыңызшы апа, пожалуйста. Тым бөгет жасаңыз, мұнда кеш Қуаныш. Келесі сұрақ. Астанада жоқ, Алматыда жоқ, сені іздедім, үміт үзбе. Кім айтады? Кім дейсіз апа? Ой, тұрасыз, қол көтерді ғой. Анасы қол көтерген баған, соны тұрдым. Кім дейсіз? Еркесін баған? Келіңіз онда. Келіңіз. Рахмет. Бүкіл орлықтың оформлениесін сіз жасадыңыз ғой, деме ба? Қалғанда көректік келмей. Атыңыз кім апа? Сәлима. Кім айтады? Әнді кім айтады? Еркесін бақар. Кім боласыз, Сәлима апай? Құдағиымын. Құдағи болғанда жаңа құда ма, ескі құда ма? Ескі. Онда шай бере салайық. Мәңіз апай. Жайғасыңыз, отырыңыз. Қуаныш, күле бермей қара. Қуаныш, мынау қымбат сыйлықтардың ше? Мынау қымбат сыйлықтардың үшеуін 3 түрлі қарам. Қымбат, средний, өте арзан приздарды сен бәріне бірдей бере берсең, уже ойының ләззаты кетіп қалады бөлек. Қымбат сыйлықтарды обычно қонақтар кімге береді? Жаңағы доллар. Сен бітіртпесейші, бітіртпей айтсайшы сен. Сен қазір аналарға айтасың ғой, өз туыстарың еш саласың, не болды ақыр сонда? Сен жақсың асырып беріп отқан туыстарың емес па? Сен биде, кімге деген келсе биде қара, білдіртпей, қолдар бір жаққа де. Қыдыш? О де. Лаңбар деш? Молодец. Өте жақсы жұмыс істейді екенсің. Кімге? Не қара? Кімге деген де? Қолдар бір жаққа дейсің. Кімге? Ай, молодец. Ай, молодец. Нағыз дрессированный бала. То есть тренированный бала. А мұндай средний приздардың барлығын Нағимаштың достырғанға, түсін ғой? Нағимаштың достырғанға. Мынандай дешевый приздардың барлығын біздің жұлдыздың подругаларына, түсін ғой? Түсін ба? Тілмен, бәрі тілмен жұмыс істеу керек, спокойно. Так, қымбат сыйлық кімге? Қандай бір не деген сыйымды бала? Средний приздар Нағимаштың? Ай! Жаңа просто чуть-чуть боқтап жүрді, ничего. Ал өте дешевый приздарды жұлдыздың? Мұқабовқа жеме осы үйді. Сол билем, қара. Егер ана қолабағы жақта біреу келіп жатса, мен сен көзін бүйтіп бақырайтамын. Қарасай, көзін бақырайтамын ғой. Значит, сен мынандай қымбат сыйлық бересің. Егер бүйтсем, значит, средний. Ал екі рет істесем, одан значит, шай бере саласың. Қара, қымбат, арзан, өте арзан. Қымбат не істеймін мен? Олар, средний. Міне, қымбат, арзан, өте арзан. Давай, қымбат, арзан, өте арзан.
шетел музыкаларын қояды ғой, сіздер қазақтың қай әншісі оны хит қылып айтып жүргендер айтасыздар. Көп қой сол төреғали қайратымыз бәрін ұрлап жүрген әндер өзбектен нешті ғой. Мысалға мынау өлең жібер. Мынау негізі түріктің әні, түріктердің әні. Бірақ Қазақстанда кім айтады бұны? Кім? Молодец, Бүркіт пен Айша мына кел. Бүркіт пен Айша айтамыз. Ой, молодец жаным, аты кім? Гүлнұр. Сен кім боласың? Подруга. Молодец, братик. Тағы бір айтылаймыз. Қымбат. Арзан. Өте арзан. Уже елді үйреніп қалып, екі қонақты өзің бересің, бүйті. Келесің. Өзбекстанның әні. Кім дейді? Ой, жаным ау, бүйтіп кисеңші. Диета кейзет дейді, диета кейзет. Шымкент шаһарының рахмет. Будьте көне, будьте. Өзім сияқты топ-топ бар. Өйткен көне. Осында енең болса, е? Дағы не? Кім боласыз? Ой, қараш, бүкіл алтысты бәрі алтын, аузын бәрі бамбар. Мен айтам? Кім боласыз дей? Жо, мынау өледі кім айтады айтпақшы? Жылаватсыз ба? Не сұрсың? Күліп армыз. Той қалай отыр, апа? Тамадасы қалай екен? Масқара. Масқара? Өзің сондай сезіміз. Апа, кім айтады өлеңді? Диета кейзет. Сіз кім боласыз? Мен көрші. Болды. Өзі біледі, өзі. Шай, апа. Шайдан асамай атыр қазір. Жағаласыңсаңыздар сөз президентсіп жатыр. Келесі. Ой, мен де айтам ғой мен. Ана кім еді? Ей, айтшы. Сәуле, білесің сен? Торғын, Сәуле. Кім? Ей, кесеңші, Рақымжан Шоқайым. Матриона. Кім боласыз? Наима тәтем подружкасы. Өзің білесің ғой. Бізде шай көп, апа. Бізде шай көп. Бізде опты малдағанымыз ғой. Кетір көріп бұл жерге. Келесі ән. Өзбекстанның әні. Қазақстанды кім айтады? Кім? Кесіңші, ерік ибадин. Қызға бір қыз. Қыз бала жыр. Қыз бала ерекең. Сумитра, қош келіпсіз. Сағас, емші әйелдер болады ғой, дәмеші. Осы балаға көз тиген дейтінші. Атыңыз? Асма. Кім боласыз? Апам келін. Кім келін дейді? Той беріп отқан апам келін. Осы үйдің келінсің ба сен? Мә. Шағаласын. Сол аналар тым алмасын, сол алдар сол бәрі. Сол алып байыққандар сол сендер. Ол сендер ақ жетіспейді, аналар алмасын сол аңдықты. Сені сол туыстарға тарат сол. Аналар тым алмасын, отсын сол көздері бақырайды, сол бақырайды. Сол алдар, келін алсын, күйі бала салсын. Қайданы барын, мақсатқа келін, күнін бітірмей жүрген. Ерім айтайын. Келесі ән. Тұрш, тұр. Соңғы сіз тұрыңыз. Сіз тұрыңыз дейін. Не дедіңіз сен? Қалай? Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Сіз не дедіңіз? Молодец. Кел. Дұрыс, молодец. Рахмет. Ана қызға қойып піш бұрын. Отырғар, күштірен кісілер кетіп мәдерға. Аяқа бар.
Padakkı жетіспей. Sen şeyde жоқ da başına. Şey, керек өзің. Келесің. Қазақстандағы бой озын әнші. Олды қазақ емес, кім? Стоп. Алишер Каримов, жүріңіз бәке. Алишер Каримов. Рахмет. Сандай қыздар болады, жұлдызды түндер. Атыңыз кім? Айдай. Кім боласыз? Наримаштың класстасы. Спасибо. Если на фоне у нас же хороший, да, биттің ба саған, биттің ба? Нан келесің болады. Келесің? Дұрыс қой, көкем-ай, ернар айдар кезек шығасың ба? Ой, көкем, молодец. Ой, жеңгем ба? Ой, орыза тұрыңызшы, ой, мынасы қандай әдем бар, я? Өзі әп-әдем оп, кісі жағарып жүрген. Атыңыз кім көке? Вите. Кім боласыз? Нариман Галиков. Красавчиксіңіз. Натуральный Ташыбек, Артурексің. Келесің? Кім? Ау! Кеш. Сен Гаухар бетші? Гаухар, мына жаққа тұршы. Гаухар, сен оқисың ба біршіде? Жоқ, бітіргем. Қалай бітірген? Аяқтаған ба? Бітіргенсіз? Не ма? Қай жерде аяқтадың? Бизнес колледж. Да ты чё? Не ма? Жұмыс істейсің ба? Я істеймін. Қай жерде істейсің? Аспазшының паланы. Да? Да ты чё? Это... Тұрмысқа шықпағансың ба? Жоқ. Не сұрайды деген? Жігітің жоқ па? Жігітің жоқ па? Гаухар, сен негізі өнерпаз жігіттер жақсы көресің бе? Жоқ, тамада жігіттер жақсы көресің бе? Қалай білмейсің? Әкеш, қолын берші мен. Қолын берші. Мен негізі болашақты көретін адам. Так. О, молодец. Өте қарапайым отбасыдан шықтысың. Көп балалы отбасыдан шықтысың. Алла қаласа тұрмысқа шығады екенсің. Бір бойы ұзын, шашы бір жаққа қайырған жігіт керек. Ешкі алматы емес, бір қарағанның жаққа бар бізде. Ол жаққа. Молодец. Зарплата көп па? Шүкір. Çok көп емес па? Көп. Гаухар ана жаққа баршы. Как сөйлесеңіз барасың. Просто таныс қыз. Көрген бір жерде. По-моему, жұмысын тойда болады. Келесің. Türgüler açtı çıray, türgüler açtı çıray. Kuşku bir saray. Rahmet geliriz. Gel şu an. Gel şu an. Gel. Hatırlam. Ақжан. Kim olasın? Алмастың әркесі. Туған ба? Бер. Садақа беріп отырсың ба? Дұрыс сөйлесейші. Молодец. Мә. Так, бірдеңе демей тұрсың.
Мә, шай, оқып кетіңізші. Жоқ, ала бер. Біздің қызға қарап жүрсең де болды. Айналайын, біздің қызды жаттап бер, қарашы. Соны, тәтелер болады ғой, көрші. Кемай келе жақын, жарайды. Келесі ән. Кісей берген, кісей. Бере. Төре ғани, төре әлі. Сен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұр. Би қайда, би. Рахмет. Ай, ақпақым, кетші. Атың кім? Нұрбек, Кім боласың? досы. Кімнің? Жұлдыздың. Кім дедің? Жұлдыздың досы. Едану. Төсініш шалмас. Аға досы? Аға досы. Кете бер аға досы. Шайламасына кім жоқ саған сөйлеме. Қуаныш, мұнда кеш. Так, мынаны сен қолына ұста. Ең қымбат сыйлықтар Қуаныш. Кел. Мен қасыма кел. Қуаныш. Енді залға қара. Залда мына қолындағы сыйлықты ең көп қол көтерген адамға бересің. Түсіндің ба? Бірақ есінде болсын. Есінде болсын, Қуаныш. Ан жақта жаңа құдалар отыр. Мына жақта әулеттің үлкендері отыр. Туған туысқандар отыр. Және біздің тәтеміздің коллективімен достар отыр. Және біздің жұлдыздың достарымен өзінің отбасы отыр. Не деген сөз? Бесеуінің біреуіне ғана бересің деген сөз. Енді ойлан. Нейді? Өлеме? Жоқ, өлемемеді ол. Олдайшы? Esa пасасын көрем, қара. Қолындағы беретін сыйлықты бір адаммен беру кересің. Жоқ, мен айтайын. Қара, ол жұлдыздың шешесі, бірақ сенің шешең емес. Осылай ғой. Қуаныш, артыңа қарама. Рахмет. Өтір, басқа жақ қарап тұрсың, басқа жақ қарап тұр өтір. Басқа жақ қарап тұр деймін. Кімге бердің, Қуаныш? Басқа жақ қарап тұр. Мен түріне қарамайым, жүк болды. Құрмет ағайындар, ел жігіттің бәрі қуаныштай болсын. Қуаныш деген досыңа бір шапал соқпаймыздаршы. Қойылым болсын, Қуаныш. Рахмет, өзің жалғыз келеші, Қуаныш. Бісміллә деші. Құрмет ағайындар, қалшылығы бар. Әзілден шыны керек бүгінгі тойымызда, енді шыны керек мен мамасын қайта шақыратқан жоқ. Өйткені ұл тұрған кезде мамасына тиіспеген жоқ. Біздің Қарағандыда сондай әдеп. Сондықтан Қуаныш осы аға болса, осы Қуаныштай ақ болсын. Аға болса, осы жігіт болса, осы Қуаныштай ақ болсын. Қарашы, бүгін айналайын, сен туралы жұлдыз айтам ба? Жыласа Қуаныш қана жылайды. Настроение түсіп Қуаныш қана жылайды. Сондықтан жолды Қуаныш ешқашан жылама. Аман бол. Сен точно үйленгенсің ба, брат? Қан сен әйелің деді? Қан? Қайда әйелің деді? Мынау. Сіз ба? Сіз ба? Ойбай, көтөк ойне сөне. Қаршы екеуі қарашы, Машаны медведь сияқты кәдімгі. Молодец. Жолдас Алмас екеуіне осындай кереметтен отбасының жолын сіздерге берсін деп тіледім ағайын. Қуанышым шаңырақ аман болсын, тойғым болсын. Рахмет. Келіңіз, молодец екен, андай неше раз құтырмайды, қайдан құтырсын? Андай елдемен, жарайды. Мерекем жалғастырайық. Ал тойдан шықты болсын, құрметті қонақтар, біз мерекем жырмен жалғастырайық. Мен рұқсат болса тойымыздың түріне бүгінгі мерекелік кешіміздің ең жақсы көретін менің туған туысқандар, менің ең жақсы көретін туыстарым ол нағашылар. Неге десеңіздер, өйткені мен 19 жасыма дейін нағашылардың қолында өскенмін. 19 жасыма дейін. Өйткені нағашылар кезінде бізге тұрды ғой. Әлі тұрма тұр олар ше. Вообще үй солардық екен негізі. Әкем кезінде үйге кіріп алып, үшін киінек берем. Аллаға шүкір, әкем имам кезінде шейін жарайды.
тойымызды төрле бүкіл ұлы нағашыларды, жиендерді, бөлелерді, түп нағашылардың ортаға шақырайын деп тұрмын. Бүкіл нағашылар, жиендер, бөлелер той төріне келіңіздер.